Арманыңды жүзеге асыратын 5 қадам. Әр адамның жүрегінде бір арман бар. Бірақ барлығы бірдей сол арманына жете бермейді. Неге? Себебі арманды орындау үшін дұрыс жол керек. Бүгін мен саған арманыңды жүзеге асыратын 5 маңызды қадамды айтып беремін. Бірге бастайық. Бірінші қадам – арманыңды анықтап қағазға жазу. Ойда жүрген арман тек қиял, ал қағазға жазылған арман нақты мақсат. Өзіңнен сұра, мен не қалаймын? Оны анық жаз. Бұл алғашқы ең маңызды қадам. Екінші қадам – арманды кішкентай қадамдарға бөлу. Үлкен арман кейде қорқынышты көрінеді. Сол үшін оны бірнеше кіші мақсаттарға бөл. Мысалы, бизнес ашсам десең, бірінші білім ал, сосын тәжірибе жина. Үшінші қадам – күнделікті әрекет жасау. Арман тек қадамдар арқылы орындалады. Бүгін бір қадам жаса, ертең тағы біреуін. Уақыт өте келе сен өзің де байқамай үлкен жолды жүріп өтесің. Төртінші қадам – қиындыққа қарсы тұру. Әр үлкен арманның жолында міндетті түрде кедергілер болады. Бұл заңдылық. Кедергіден қорықпа. Оны жеңсең ғана арманың бір қадам жақындайды. Және соңғы 5-ші қадам – ол мотивацияны үнемі жаңартып тұру. Мотивация батарея сияқты. Ол таусылады. Сондықтан кітап оқы, мотивациялық видеолар көр, табысты адамдардың әңгімесін тыңда. Осылайша өз энергияңды қайта зарядтай аласың. Арманың сенің болашағың. Бүгіннен бастап осы 5 қадамды қолданып көр. Сен арманыңды орындай аласың. Егер мотивация қажет болса, менің арнама жазылуды ұмытпа. Бірге армандайық, бірге жүзеге асырайық.